Мына жерде менің қалжам асылып жатыр. Бүгін арнайылап барып қой сойып алып келді. Сонымен енді қалжаланайық деп жатырмыз. Ана күні сорпа тоже жасап жүргенмін, бірақ сиырдың сорпасын ішіп жүрген едім. Бүгін қойдың сорпасын ішейін деп жатырмын, терлеп. Мына жерге барып қой сойып келді. Айтайық та енді халық білсін да, не ішіп жеп жатқанымызды. Не ол? Ақасы ғой оның. Сапожканы соя? Иә. Мына жақта мама бүгін ауызашарға барайын деп жатыр бұл кісілер. Қазір кетіп қалса мен не істейін деп отырмын ғой. Мына жақтар реттеп жатыр. Ойбай лақтырды әні жігітіміз барлығын. Машинаның ішіне заттарын бәрін алып келіп. Үйде мама жинайтын адам болғаннан кейін лақтырып риза болып отыр. Мынаны білесіз бе? Алдында тойға шығып жүрген кездегі заттарым ғой, машинаның ішінде қалып кеткен, машинаның ішінде реттеп жатырмыз, короче. Реттеп жатырмыз деп қойын, менің оған дым қатысым жоқ. Аяғыма, кстати, тапочка киіп алайын. Нәбір балапан. Жатыр просто, ұйықтамай. Ұйықтамай көзін бақылап жатыр. Кене кака деп қойып тұрсың. Онда красавчик жоқ, шықпасында ғана бар. Тапасында шумен тудыра саған ғой бұны. Ойбай, құдай-ау. Не деген махаббат маған. Жоқ, өзімен өзі жатырға қараңдаршы, ешкімде шатағы жоқ. Айналып тұлған. Күлген қасы күлген. Зияным күліп қойды. Папасының өзі күледі сразу. Міне. На бала келді міне. Жақсы көреді братишкасын. Айналып тұлған жүр. Кстати, ана билирубинға осына урсасан деген дәрі беріп жатырмыз. Күшті көмектеседі екен. Біліп жүріңіздер. Лампаға күніне бірақ мезгіл жатқызып жатырмыз. Түнге таман 2 сағат. Деген махаббат мынау. Сен Кенжапан үйіне барасың ба? Ауызашарға? Сен де барып тұр енді. Мына жерде мына бір өте әдемі кісі. Өмірде жолы болған бақытты әйел маған жазып жатыр екен. Түрін құрсын жалма өзген рұқсат деп. Мен айтам да, осы адамдар бар ғой, не жейді деймін да, или не шегеді. Адам бірінші өзінің түрінде қарамай ма деймін да. Неңіз бар менің түрімде, құдай-ау. Адам бірінші кішкене мына нижний подбородокты кетіріп барып біреуге бірдеңе жазу керек қой, айналайын. Енді мен біреудің мінін тергім кеп тұрған жоқ, просто адам айнаға бір қарап, мен қандаймын, мен кімге не деп жатырмын, неге мен мұндай сөзді айтып жатырмын деп, неге ойланбайды екен деп ойлаймын да. Білмеймін, мен миыма сыймайды, мен миым қорытпай ма, или білмеймін, мен бұрға адамдарға таң қалам бұрға. Или, может, бақытсыз адам шығар енді өмірінде. Сізге бар жақсылық тілеймін. Сіз красавицасыз. Сіз өте өңілі, керемет, бақытты жансыз. Бірақ басқа біреуге ондай сөз жазбаңыз. Сосын дайректегі сұрақтардың көбісі балаңыздың есімін кім деп қойдыңыздар деп сұрап жатыр екенсіздер. Может, я пропустила деп. Жоқ, біз әлі айтқан жоқпыз. Ертең пост салайық деп жатырмыз. Әдемі қылып. Бексұлтан айтады, мучонды шақырамын, әдемі видео түсіріп берсін деп камерамен. Сосын Бексұлтан өлең шығарыпты, баласына арнап соны оқып тұрып өзі пост салайын деп тұр. Бұйырса, сосын сол новый постымызға біз сіздерден не күтеміз? Лайк күтеміз, сосын комментарий күтеміз. Қолдап кетіңіздер, бұйырса ертең кешке саламыз деп отырмыз енді. Сол баламыздың есімін ертең айтамыз. Бір өзімше неше түрлі видеолар сохранить етіп қойған, осындай түсірем деп. Уақыт болмай жатыр, тек бір пост салатын, бірдеңке салатын уақыт болмай кішкене әбіржіп кеткеніміз бар енді. Сол бүгін таңға дейін ұйықтамадым. Бала түнде бір оянып кетіп, таңғы сағат 4-ке жуық ұйықтағам. Одан сағат 5:30-да оянып алып дағы. Вообще 10:30-ға дейін ұйықтамадым ғой. Сол бүгін обедте ұйықтап алдым. Сорпамды ішіп отырмын прямо. Пысылдап тұрып. Етпен просто сорпам. Свежий ет, еще қойдың етін көбісін ұнатпайды ғой. И сонша мен деген сияқты. Менен лайфхак деп қойшы. Именно ұрғашы қой болу керек обязательно. Потому что еркек қойлардың истері кішкене бір сондай болады, короче. Сол үшін мен қойдың етін сүрленген, немесе именно ұрғашы малды жақсы көремін, потому что иісі болмайды. Еще ұзақ қайнағаннан кейін прямандай еті баурап піскен ғой. Мама мен Бексұлтандар ауызашарға кетті. Мен мамамдардың үйіне. Сол мен отырып құры сорпа ішем ба дедім да. Дәмділерге заказ бердім. Қазір заказым келеді, сол тамақтарымды жейін деп отырмын.
Ал біз деген қазір ғана отельге номерға келдік, қалаға шығып қайтқан болатынбыз. Дала деген сұмдық ыстық болып тұр, до того невозможно жүруге, кешкісінің өзі деген. Қазір погода примерно бұл жақта 31-32 градус болғанымен 41-45 градус ыстықтың прям ыстық ұрып тұр ғой. Далаға даже макияж жағып шығу невозможно, ана макияжын қақта қалған білмейсің. Из-за этого лучше без макияжа жүрген дұрыс. Сонымен қазір енді не істесек болады деп ойланып отырмыз. Жігер далаға шықса болды, ұйықтайтын астыққа. Ұйқысы қанып алған. Наверное, қазір осы есік алдындағы магазинчиктарды аралап қайтатын шығармыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Бізде бүгін үйде қонақ күтіп отыр. Дайындық, қызыл дайындық. Бір екі жан бар еді. Соларды шақырмағанымызға, вообще шақырмаппыз ғой, шақырмағанымызға біраз болды деп. Сол кісілер бүгін үйге шақырамыз, қазір келеді. Соны дайындап отырмыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Мен қазір айтайын деп отырған нәрсемді қыз-келіншектер, әйелдер, аналар жақсы түсінеді деп ойлаймын. Өйткені қазір бала жыласа, телефонды қолына мә деп бере саламыз. Ол өзімде де болған. Ал оның ішінде, телефонның ішінде неше түрлі ойындар, неше түрлі жаңағы балаға миының дамуына зиян келтіретін нәрселер. Мысалы, қазір ойын деп бала сабағын оқымай қоюы мүмкін. Мысалы, өткенде бір құрбым айтқан болатын. Ойын деп 5 теңге, 1000 теңге алып, сол ойынға салып, кәдімгі кішкентай балалар ойнайтын ойын, соның кесірінен сабағы төмендеп кеткен, сабағын оқымай қойыпты. Ол негізі өте зиян балаға. Қазіргі заманда балаға басқаша тәрбие беру керек екен. Оған 1000% көзім жетті. Енді өсіп келе жатқан балалар, жасөспірімдер, мектеп оқитын балалар болса, оларға кәдімгі махаббаттан бөлек тәрбиеге ерекше көңіл бөлу керек. Қазіргі балалар ақылды, бұйырса екінші балам дүниеге келеді, оған да дайындық керек деген сияқты. Баланың қызығушылығын арттыратын, кәдімгі сабаққа көңіл бөлетін қосымша нәрселері, қосымша сабақтары болмаса, қазір балаға қарау өте қиын, білесіздер. Баланың психикасын құртпай, қазірден бастап баланың назарын дұрыс жаққа аударып, оқу білімге деген қызығушылығын арттырып, акцентті негізі сондай нәрсеге қою керек. Расул, сізге қалайсыз? Сізге билейді. Расул үлкен ба, Нұрай үлкен ба дейді. Мен үлкен мынау. Сіз нешінші жылғысыз? 2004. Нұрай 2300 ба сіз? Жасты екен. 2008. 2004. Спокойный боласың. 2008 сияқтысың дейді. Бұрын 2004 болатын ғой. Қазір 8 жас кішкентай сияқты менен. Минута осталось, минута. Оған не дейсіз? Ол кезде жас айырмашылық білінбей еді негізі білінбей. Бұл жігіт айтады маған сүйінші сұрап келіп. Мен Айдамен татуласып едім. Барыс Мырзаны да қайтарды, үміткерін де қайтарды. Оған негізі әзілдеп айтқан біліпті. Айсұлу бір жағында, Зарина бір жағында. Нұрай білмеймін. Айда тағы бар десе.